Абай айтқан қаламқас, Естай жырлаған Қорлан Біржан серінің бал қадишасы. Есімдерін әндердің ғана естіп жүрген арулардың кім екенін күллі жұрт біле ме? Талай туындыға себепкер болған қарагөздеріміз кім? Әнге айналған қарагөздерімізді әріптесім Артур Мағзумов тізбектеп тағылым бол туындылардың топтамасын жасаған еді. Сюжеттен көріңіз. Айтам сәлем қаламқас. Абайдың әйгілі әнін білмейтін қазақ кемдегім, тіпті өзге ұлт өкілдеріне де жақсы таныс. Қаламқас арудың кім екенін біреу білсе, біреу білмес. Шығарманың кейіпкері Найманның ішінде Қаракерейден тарайтын Мұрны руындағы Жәнібектің қызы Таржан сұлу. Тұла бойының нәзік, қасының қиыла біткен жіңішкелігіне қарап, алғашында жеңгелері, одан соң бүкіл ауыл аймағы оны қаламқас етіп кеткен. Бұл Абдақат Еспаевтың 60-70 жылдары кең тараған ретро туындысы. Соғыс жылдары әкесінің таяғын ұстап қалып жылқы баққан 18 жасар Маржан Енбаева малдан шашау шығармай ерен еңбегімен көзге түседі. 1948 жылы бойжеткенге социалист еңбек ері атағы берілген тұста мақтаныш болған аруға Сатықбек Адамбеков сөз жазып, Абдақат Еспаев ән шығарған. Комсомолдардың съезіне бардым. 11 съезге, біреуінде 57-те, біреуінде 54-те бардым. Ретро ән кейіпкерінің ғұмыры туған жері Атырау облысының Индер ауданы Елтай ауылында өтті. 2015 жылы дүние салды. Фәриза жан, Фәриза қыз. Көз тірісінде есімі әнге айналған қазақ қызының бірі Фариза Оңғарсынова. Мұқағалидың сөзіне жазылған Әбүйірбек Тәлиевтің шығармасы Мақпал Жүнісованың орындауында әр жүректе жатталды. Ақындар арасындағы жырмен жазылған сыр әнмен өріліп таңдаулы шығармаға айналды. Өткен ғасырдың 90 жылдары тараған тарихы өзгелерден өзгеше туынды Нури Камал. Шымкент облыстық партия комитетіне барған жас қыз ерлі-зайыпты өнер адамдарына шабыт берді. Тұрдығұл Естаевтың жүрегін тербеген бір әуенге оның жары ақын Ханбибі Есенқара бір түнде сөз жазыпты. Мен жарымның кірпігінің қалай қисаятынына шейін барлығын білдім. Оның ғашық болғанын да білдім. Қалам қағаз алдым да бірінші шумағын аспандағы айма дедім. Жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар едің. Осы ма айтайын дегенің десем, осы дейді ғой. Әнді шырқаушыда Роза, жазғанда Роза, әнге арқау болғандар Роза. Аттары бір болғанмен тағдыры бөлек жандар. Нақтырақ айтсақ, әннің авторы Роза Әлғожа, сөзін жазған Роза Сейілхан, ал туынды Роза Рымбаеваға арналған. Әнге арқау болған арулар көп қазақта. Балуан Шолақтың Ғалиясы, Мұхиттың Айнам көзі, Естайдың Қорлады, Ақан серінің бал қадишасы. Қазірде де бұл үрдіс үзілген жоқ. Деп шақырсам шықпа үйіңнен, деймін сенің гүл ғана. Марияр манедің, тамаша таңда лебі. Артур Мағзумов, Астанай, Бақыт, Сенбілік.